Сәлем, егер менің каналым саған ұнаса, міндетті түрде достарыңмен бөлісіп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпа. Бүгін 9 сыныптың металдарды алу тақырыбына арналған біліміңді тексер тапсырмаларын орындайтын боламыз. Бірінші сұрақ: мына металдардан қайсысын олардың оксидтерінен, қайсысын хлоридтерінен алады? Оның себебін түсіндіріңдер. Бірінші сұрақтың жауабы: хлоридтерден магний, кальций, натрий, алюминий, ал оксидтерден темір, никель, хром алынады. Өйткені табиғатта белсенділігі жоғары металдар тұз түрінде, ал белсенділігі орташа металдар оксидтер түрінде кездеседі. Екінші сұрақ: темірдің 2 валентті және 3 валентті оксидтерінен темірді көмірмен, көміртектің 2 валентті оксидімен, сутекпен тотықсыздандыру реакцияларының теңдеулерін жазыңдар. Электрондардың ауысуын көрсетіңдер. Ең бірінші феррумның 2 валентті оксидін көміртекпен әрекеттестірдік. Нәтижесінде феррум қосылған СО2 шықты. Реакцияны теңестіру үшін феррум мен феррумның 2 валентті оксидінің алдына 2 қоямыз. Феррумның 3 валентті оксидін көміртекпен әрекеттестіргенде де феррум мен СО2 түзіледі. Бірақ теңестірген кезде феррумның алдына 4 қоямыз, СО2-ның алдына 3, көміртектің алдына 3 және феррумның 3 валентті оксидінің алдына 2 қоямыз. Әр жағдайында СО мен әрекеттестіреміз. Феррум қосылған СО түзеді, феррум қосылған СО2. Бұнда теңестіріп қажет емес. Екінші реакция: феррум 2O3 қосылған СО түзеді, феррум қосылған СО2. Реакцияны теңестіру үшін СО мен СО2-ның алдына 3 қоямыз, темірдің алдына 2 қоямыз. Бұл жағдайында сутекпен әрекеттестіреміз. Феррум қосылған H2 түзеді, феррум қосылған H2O. Бұл жерде теңесіп тұр, теңестіріп қажет емес. Келесі: феррум 2O3 қосылған H2 түзеді, феррум қосылған H2O. Реакцияны теңестіру үшін H2 мен H2O-ның алдына 3 қоямыз, темірдің алдына 2 қоямыз. Үшінші сұрақ: көміртектің 2 валентті оксиді мен мысты, кадмийді, марганецті олардың төмендегі оксидтерінен тотықсыздандыру реакцияларын жазыңдар. Жауабы: купрум 2O қосылған СО түзеді бізде купрум қосылған СО2. Реакцияны теңестіру үшін купрумның алдына 2 қоямыз. Келесі: кадмий қосылған СО. Нәтижесінде кадмий қосылған СО2 түзіледі. Бұл жерде реакция теңесіп тұр, теңестіріп қажет емес. Келесі: марганец 2O3 қосылған СО түзеді, марганец О қосылған СО2. Реакцияны теңестіру үшін марганец Оның алдына 2 қоямыз. Төртінші сұрақ: мына оксидтерді алюминиймен тотықсыздандыру реакцияларын жазып, оларды электрондық баланс әдісімен теңестіріңдер. Жауабы: ең алдымен біз реакция теңдеуін жазып аламыз. Енді олардың тотығу реакция дәрежелерін қойып шығамыз. Оттекте -2, алюминийде +3, ванадий бізде 0-ге тең жай зат, алюминий 0-ге тең заряды жай зат. Келесі: оттек бізде -2-ге тең, ал ванадий +5-ге тең. Бізде тотығу дәрежесі өзгерген ванадий мен алюминий. Ванадий +5-тен 0-ге дейін өзгерді, ал алюминий 0-ден +3-ге дейін өзгерді. Ванадий бізде өзіне 5 электрон қосып алды, +5 электрон, ал алюминий өзінен 3 электрон беріп жіберді, -3 электрон. Енді сызықша қойып, олардың ең кіші ортақ еселігін табамыз. Ортақ еселікті электрон сандарына бөліп, оның тұсына жазып қоямыз. Енді бізде алюминийдің алдына 5 қойып, ванадийдің алдына 3 қоямыз. Яғни теңестіргенде ванадий оксиді 3, алюминийдің алдына 10 қоямыз, ванадийге 6, ал алюминий оксидінің алдына 5 қоямыз. Реакция теңесті. Алюминий бізде тотығу процесін жүргізіп тұрған тотықсыздандырғыш, ал ванадий бізде тотықсыздану процесін жүргізіп тұрған тотықтырғыш болып табылады. Келесі реакцияда марганец 0 болады дәрежесі жай зат, оттек -2, алюминий +3, алюминий жай зат заряды 0, оттек -2, ал марганец +4 болады. Бізде марганец +4-тен 0 дәрежесіне өзгеріп тұр, ал алюминий 0 дәрежеден +3 дәрежесіне дейін өзгеріп тұр. Бізде
жаңағы марганец өзіне плюс 4 электронын қосып алды, ал алюминий өзінен минус 3 электрон беріп жіберді. Енді олардың ең кіші ортақ еселігін табамыз, және де ең кіші ортақ еселікті электрондардың санына бөліп тұсына жазып қоямыз. Енді реакция теңдеуін теңестіреміз. Алюминийдің алдына 4 қоямыз, марганец оксидінің алдына 3 қоямыз, марганецтің алдына 3 қоямыз, ал алюминий оксидінің алдына 2 қоямыз. Бізде алюминий тотығу процесін жүргізіп тұрған тотықсыздандырғыш, ал марганец тотықсыздану процесін жүргізіп тұрған тотықтырғыш болып табылады. Келесі реакцияда молибден бізде заряды 0 жай зат, оттек минус 2, алюминий плюс 3, алюминий жай заты 0, оттек бізде минус 2, ал молибден плюс 6 зарядына тең болады. Бізде молибден плюс 6 зарядынан 0 зарядына дейін өзгеріп тұр, ал алюминий 0 зарядынан плюс 3 зарядына дейін өзгеріп тұр. Молибден бізде өзіне плюс 6 электрон қосып алады, ал алюминий өзіне минус 3 электрон беріп жібереді. Енді олардың ең кіші ортақ еселігін табамызда, орталық еселікті электрон сандарына бөліп, оның тұсына жазып қоямыз. Келесі, енді біз реакция теңдеуін теңестіретін боламыз. Теңестіргенде алюминийдің алдына 2 қоямыз. Бізде молибден тотықсыздану процесін жүргізіп тұрған тотықтырғыш, ал алюминий тотығу процесін жүргізіп тұрған тотықсыздандырғыш. Келесі теңдеуде титанның заряды 0-ге тең жай зат, алюминий плюс 3-ке, оттек минус 2-ге тең, алюминий заряды 0-ге тең жай зат, оттек минус 2, ал титан плюс 4 болады. Титан плюс 4-тен 0 зарядына дейін, алюминий 0 зарядынан плюс 3 зарядына дейін өзгеріп тұр. Титан өзіне плюс 4 электрон қосып алады, ал алюминий өзінен минус 3 электрон беріп жібереді. Енді сызықша қойып, олардың ортақ еселігін табамыз, және де олардың ортақ еселіктерін олардың электрон сандарына бөлеміз. Тұсына жазып қоямыз. Енді реакцияны теңестіреміз. Титан оксидінің алдына 3 қоямыз, алюминийдің алдына 4 қоямыз, алюминий оксидінің алдына 2 қоямыз. Бізде алюминий тотығу процесін жүргізіп тұрған тотықсыздандырғыш, ал титан тотықсыздану процесін жүргізіп тұрған тотықтырғыш болып табылады. 5-ші сұрақ. Металдардың қайсысын олардың оксидтерінен сутектер, алюминаттер, гидрометаллургия, тұз ерітінділерінің электролизі әдістерімен алуға болады? Тиісті реакция теңдеулерін жазыңдар. 5-ші сұрақтың жауабы: сутектерме арқылы біз купрумды ала аламыз, мысты. Яғни реакция теңдеуі купрумы қосылған H2 түзеді купрум қосылған H2O. Келесі алюминотермия арқылы біз хромның оксидін және де марганецтің оксидін ала аламыз. Хром 2O3 қосылған алюминий түзеді хром қосылған алюминий 2O3. Реакцияны теңестіру үшін алюминий мен хромның алдына 2 қоямыз. Марганец O2 қосылған алюминий түзеді марганец қосылған алюминий 2O3. Реакцияны теңестіру үшін марганец пен марганец оксидінің алдына 3 қоямыз, алюминийдің алдына 4, алюминий оксидінің алдына 2 қоямыз. Келесі гидрометаллургия арқылы біз феррум яғни темірді ала аламыз. Ол үшін феррум 2O3 қосылған H2SO4 түзеді феррум 2SO4 қосылған H2O. Енді феррум 2SO4-ті цинкпен әрекеттестіреміз. Цинк SO4 қосылған феррум, яғни темір алдық. Реакцияны теңестіру үшін темірдің алдына 2 қоямыз, цинк пен цинк сульфатының алдына 3 қоямыз. Келесі В жағдайы тұз ерітінділерінің электролиз әдісі арқылы алу. Бұл арқылы біз мырышты және де никельді ала аламыз. Цинк бромиді қосылған су электролиз әдісі арқылы ыдыраған кезде мырышқа, бромға, сутекке және де цинк гидроксидіне ыдырайды. Реакцияны теңестіру үшін цинк бромидінің алдына 2, судың алдына 2, бромның алдына 2 және де цинк гидроксидінің алдына 2 қоямыз. Келесі никель NO3 қосылған су электролиз арқылы түзіледі бізде никель, оттек және де HNO3.
Реакцияны теңестіру үшін никель мен никель NO3-ның алдына 2 қоямыз, судың алдына 2 қоямыз және HNO3-тің алдына 4 коэффициентін қоямыз. Бірінші есеп. Натрий хлоридінің 558 грамм балқымасының электролизі нәтижесінде көлемі 112 литр қалыпты жағдайдағы хлор түзілді. Түзілген натрийдің массасын есептеңдер. Бірінші есептің жауабын берілген сіздерге жазып көрсеттім. Бірден шешуіне кірісейік. Есепті шығару үшін ең алдымен реакция теңдеуін жазамыз. Натрий хлор электролиз әдісі түзеді. Натрий қосылған хлор 2. Реакцияны теңестіру үшін натрий мен натрий хлордың алдына 2 қоямыз. Бізде хлор 2-ның массасы берілген, көлемі берілген 112 литр, ал қалыпты жағдайдағы мольдік көлем 22,4 литр. Бізге натрийдің массасын табу қажет, ол X грамм. Ал оның молярлы массасы алдындағы 2 деген коэффициентімен көбейтіліп 46 грамм болады. Ал натрий хлордың массасы берілген, ол 558 грамм, 2 деген жаңағы коэффициентімен көбейтіліп мольдік массасы бізде 117 грамм болады. Осы жерден X-ті таба аламыз. Ол үшін 46-ны көбейтеміз 112 литрге, бөлеміз 22,4 литрге. Литр мен литр қысқарып кетеді. Нәтижесінде 230 грамм шығады. Есептің жауабы натрийдің массасы 230 граммға тең. Екінші есеп. Массасы 0,5 кг кальций хлориді балқымасының электролизінен қанша кальций алуға болады? Екінші есептің берілген сіздерге жазып қойдым. Шешуіне кірісейік. Кальций хлор 2 электролиз арқылы ыдырайды. Кальций қосылған хлор 2. Бізге кальцийді табу қажет, ол X грамм, ал молярлы массасы 40 граммға тең. Ал 0,15 кг дегенді граммға айналдырғанда ол бізде 500 грамм болады, ал кальций хлоридінің молярлы массасы 111 граммға тең. Осы жерден X-ті таба аламыз. Ол үшін 500-ді көбейтеміз 40 граммға, бөлеміз 111 граммға. Нәтижесінде бізде 180 грамм шығады. Есептің жауабы кальцийдің массасы 180 граммға тең. Үшінші есеп. Таза күйінде титанды алу үшін титан хлор 4-ті натриймен тотықсыздандырады. Массасы 960 грамм титан алуға қанша титан хлориді және натрий керек? Үшінші есептің берілгенін жазып қойдым. Енді шешуіне кірісейік. Реакция теңдеуін жазамыз. Титан хлор 4 қосылған натрий түзеді. Титан қосылған натрий хлор. Реакцияны теңестіру үшін натрийдің алдына 4 қоямыз, натрий хлордың алдына 4 қоямыз. Бізде титанның массасы берілген, ол 960 грамм, ал молярлы массасы 48 граммға тең. Бізге натрийді табу қажет, ол бізде X грамм болып жазылады. Ал натрийдің алдындағы 4 деген коэффициенті мен молярлы массасы 92 граммға тең. Ал титан хлор 4 бізде табу қажет Y грамм, молярлы массасы 190 граммға тең. Осы жерден біз X-ті таба аламыз. X-ті табу үшін 92 граммды 960 граммға көбейтіп 48 граммға бөлеміз. Нәтижесінде бізде 1840 грамм шығады. Бұл бізде натрийдің массасы болып табылады. Енді біз Y граммды таба аламыз. Y тең болады 190 грамм көбейтілген 960 грамм бөлінген 48 грамм. Нәтижесінде бізде 3800 грамм шығады. Үшінші есептің жауабы масса бізде титан хлор 4-тің массасы 3800 граммға тең, ал натрийдің массасы 1840 граммға тең екен. Видеоны соңына дейін көргеніңе рахмет. Ұнаса міндетті түрде достарыңмен бөлісіп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпа.